Видеоны 1 секундта өткізбей көр. Free Fire ойыншыларының 99% білетін де шығар, что ойында эмоция деген зат бар екенін. Сендер бір ретте ойлап көрмеңдер ме? Ол эмоциялар шын өмірден заттардан алынған, не заттарға қарап ойынға қосылған деп. Әрине Free Fire разработчиктері бұл эмоцияларды ойдан құрастыра салмайды. Біріншіден олар жақсылап трендті қарайды, ондай жаман мағыналар жоқ па деп. Екіншіден конкуренттер мысалға PUBG олар шығарды ма шығарып қойған жоқ па, соны біліп алады. Артықша мыжың-жыжың болмас үшін. Бірақ та енді трендтегі затты өз ойыныңа қосу, бірақ екінші ойын оны сенен бұрын қосып қойған болса, бұл ұрлауға жатпайды негізі. Бүгінгі видеода сендермен бірге бұл мен Джаспер. Бүгінгі видеода біз Free Fire'дағы эмоцияларды шын өмірде қайдан алынғанын толыққанды айтатын боламын. Егер де осы видеода максималь мықты актив болып жатса, келесі видеода достар алмаз ойнататын боламыз. Көршіміздер, видеоның 1 минутында өткізбей, тезірек 1000 подписчикке жеткізсек. Ал енді біз тірге алған болсаңдар, видеоны бастаймыз. Комментарийға любой сөз жазып кетіңдер. Ал енді бір трендтен көшіріп алынған эмоцияны айтып жіберейін, тізесі шығып кетпей тұрып. Енді ойынға осындай жақында эмоция қосылатын болады, или басқа региондарда қосылып қойды. Бізге де қосылып қойған болуы мүмкін. Free Fire'ға кірмегеніме 2 жыл болды. Мына эмоция қараңдар. Басында трендті түсінбей, бұл эмоцияны онша емес анау-мынау деп ойлағам енді. Сөйтсем бұл, бір тренд деген ғой, бір хуйский. Бұл кішкентай баланың билеген нормально, оны үлкен адамдарға не жоқ десейші. Майды достар, кеше түндегі ойынды көрдіңдер ма? Чо там агром болды ма? Бір жақсы ставка көтеріп алдым десем, тікпеймін ғой мен ол достарға. Еркешесін комментарийға жазып кетіңдер, кеше PSG или Интер қайсысына болетіндер. Мен мысалы Интерге болетем, негізі 2-1 ұтады деп ойлағам. Видеоға оралсақ, жаңағы эмоция енді кім тренд қылып жүр десем, мына балақай екен ғой тренд қылып жүрген. Деп қойып, сол жақында бізге сол Байлала Роки дейтін эмоция қосылатын болады. Енді ол бір орында тұрып жасайтын эмоция. Қалағанша жүре алмайсыңдар. Жүре алмайсыңдар дегенге қалай енді осылай смело жүре алмайсыңдар деген ол негізі айтпасын болатын еді. Гөзі ана қатар келіп отырайықшы, өтініш 1000 подписчикке тезірек жеткізсек. Бұл менің новый анам емес, что. Free Fire ойындағы Аджумани эмоциясын білетін жасындар. Аджумани дегенде олдский Аджумани емес, бір саусақпен Аджумани. Осы білмей жатсыңдар көрсетейін. Осындай еше, осылай басап, ұлға бір саусақпен, қызға 2 саусақпен. Осы эмоцияны енді шын өмірде мынандай заттан алынған деп айту қиын, себебі бұл затты екінің бірі жасай алады, жасап салған интернетке. Бірақ енді ChatGPT басқа TikTok'тағы комментарийлардан байқасам, бұл эмоцияны көбісі Брюс Лидан алынған деп айтады. Брюс Лидікі шынымен енді өте әдемі шыққан, қарындар, просто так ескі видео бұл. Енді не болса да Брюс Лидан алынған деп айтып жатыр көбісі, бірақ та мен сенбеймін, себебі мен тоже жасай аламын, менен алынған деп айта аламын. Енді сонда келесіне кеттік достар, тіркеліп отырайық. Қазір көрсететін эмоциямды вообще Free Fire игроктерінің барлығы білетін шығар. Дейтін эмоция енді бұл эмоция ойынға Криштиану Роналдумен коллаборация кезінде қосылған 2020-2021 жылдар. Оны айтып отырмасам да барлықтарың білетін шығарсыңдар. Бұл эмоцияны бүгінгі видеоға резинға қосуының себебі, бұл эмоция енді ойдан тоқылмаған, шын өмірден алынған, яғни Криштиану Роналду dos Santos Averoның осы коллаборациясы Celebration, яғни гол тойлауынан алынған. Here's Isco. Ronaldo! Well, it doesn't get much better than that. Деп қояды енді футбол тарихындағы ең үздік гол тойлау осы болар. Көдіжіге қайсы эмоция анау жатыр, давайте ана қатырлеп комментар жазу тұрайықшы соны. Қазір көрсететін эмоцияны көпшілік білетіндер шығар. Осы эмоция Алоктың диджей эмоциясы дейін. Аты да айтып тұрғанда енді бұл Алокпен коллаборация кезде келген зат қой енді. Зат емес, эмоция. Барлығына аян, бұл эмоция енді Алоктан алынған екен. Бірге видеосын көрейік осы эмоцияның шын өмірдегі.
жеке давайте комментарийға любой комментар жазып отырайық, АБВГ деп болсын, бір боқтаған бір болсын, бірдеңелер жазып отырайық. В общем, қазір сендерге көрсететін эмоцияны қараңдар. Бұл эмоцияны былай қарағанда шын өмірде ешкімнен алынбаған, просто так ойдан тоқылған эмоция деп ойлап қалуларыңыз да мүмкін. Бірақ та бұл енді кезінде мем болған бір видеоролик бар, содан алынған. Қазір сендерге көрсетемін. 1, 2, 3. Anaға тіркеліп отырайық. Бразилиядағы бір кездейсоқ балалар видео түсіріп, күшігімен ойнап, Free Fire'да эмоция боламыз деп кім ойлаған? Бұл мем оларға өте қатты танымалдылық алып келді. Олар қазір үлкен виллаларда жасап жатқанмыз деп қоясың, короче. Жеке өтініш, анаға тіркеліп отырайық. Осы эмоцияға келетін болсақ, короче, бұл әдемі эмоция. Енді осындай видеолар түсіруге арналған эмоция десек те болады. Короче, енді мына эмоцияға қаншадан қанша бересіңдер? Бұл эмоцияны Karate Kid деген кинода алынған, сразу айтып қояйын, бұл емес. 1984 жылғы ма, по-моему, сол осы Karate Kid деген кинодан алынған, короче. Именно осы кадрдан. Так, жеке, анаға тіркеліп отырайық. Өтініш 1000 подписчикке тезірек пысық и видеоны өткізбей қарап отырып, любой комментар жазып өтіңдер комментарға. Әлі видео біткен жоқ, жақсылап қарай беріңдер. Короче, Free Fire'дағы ең топовый эмоциялардың бірі емес, норм эмоция, короче, мынаны қараңдар. Бұл эмоцияның қайдан алынғанын біліп, мүлдем таңғалып қалдым. Мына қарап кетсеңдерші жеке. Сендер мұны білдіңдер ме? Давайте жастар, білген болсыңдар, білмеген болсыңдар да, в общем, не болса да комментарға жазып көтіңдер, и лайк басып тіркеп көтіңдер. Так, достар, ең жесткий, ең соңына қалдырдым. Қаңдар, короче, Free Fire'дағы One Punch Man'ның эмоциясы. Жеке шындыршы, One Punch Man емес, Street Fighter ол. Өзі аты айтып тұр, енді One Punch Man'нан алынған екен, қазірдерге Blue-Lock'тан алынған деп айта салмайды. Бұл эмоция енді жесткий эмоция, қараңдар, просто так дес эмоция ғонан қараңдар. Дәл қазір мен сендерге бұл эмоциялар қайдан алынғанын айтпаймын, яғни көрсем. Одан бұрын сендермен қоштасам, достар. Давайте осы видеоға лайк бас, комментарияға любой сөздер жазып конкретно анаға тіркеліп кетейік. В общем, сендермен болғанмын Часпер. Ал үшін бұл эмоцияның қайдан алынғанын көріңдер. Ал үшін жегелер, давайте сау болыңдар, аман саулықта кездескенше. Now watch closely. Holy shit!